Әсеммен бірге арнасына қош келдіңіздер. Қалайсыздар достар? Бүгінгі көңіл-күйлеріңізді міндетті түрде комментарияға жазып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Және де достар, бүгін мен сіздерге өте қызық бір видео түсіремін. Менің даусым жаман болып тұрса, кешірім сұраймын. Және де бұл видео өте керемет, сіздерге пайдалы болады. Бұл видеода мен сіздерге рецепт көрсететін боламын, яғни тока-покадан болып шығатын рецептерді көрсететін боламын. Ал біз бастаймыз. Ең біріншісі бізге макарондар керек. Ал ең алғашқы біз макаронға помидорды қосамыз. Бұны барлығы біледі деп ойлаймын. Осындай өте әдемі макарон шығады. Содан кейін бізде осы макарон екеуін бірге қосқанда осыған сәл ұқсастау шығады. Потом осы сосискаға қосамыз. Менен қараңыздар. Енді біз осыған тауық етіне мынаны макаронды қосамыз. Осындай болып шығады. Потом осы тауық етіне мынандай штуканы қосамыз. Осындай өте әдемі макарондар болып шығады. Келесі осы балыққа мына макаронды қосамыз. Қызық. Мына қараңыздар, мынандай макарон болып шығады. Келесі осындай қант дейді ма? Біреулер қант дейді, біреулер басқа нәрсе дейді. Осы екеуін қосқанда осындай дәмді бір тоже макарон шығады. Осындай макаронға осы сырды қосамыз. Сосын осындай болып шығады. Көрдіңіздер, мен сіздерге 8 түрлі макарондарды көрсеттім. Сіздерге пайдалы болу үшін түсіріп жатырмын. Енді келесі міне біз осыншалықты макарон дайындадық. Енді біз бургерлер дайындаймыз. Бургерлер дайындау үшін міне осы помидорды бургерге қоссақ, осындай бургер шығады. Одан кейін мынаған қоссақ, осындай бургер кішкене дәуірек шығады. Одан кейін мынаған қоссаңыз, бізде тоже осындай бургер шығады. Вот осындай сіздерге 3 түрлі бургерді көрсеттім. Енді тағы да бір өте керемет донерлерді көрсетемін. Достар, донерлерге бізге типандай бір нелер керек, ондайлар мен жоқ. Оны магазинде болады. Типа қазір сіздерге суретін қоямын. Міне осындайдан осылардан қосасыздар. Пиццаны бірақ помидорға қосасыздар. Оны помидорға қосасыздар и все. Кешіріңіздер достар. Ол үшін енді келесі бізде міне жұмыртқаға мынаны қосамыз. И бізде осындай өте әдемі завтрак шығады. Одан кейін міне 3 жұмыртқаға 3 істедім. Міне бізге осындай нандар қажет болады. Енді осыған міне осылай қосамыз. Осындай өте әдемі шығады, өте әдемі донер. Потом біз мынаны қосамыз тоже нанды. Мынандай сосиска шығады. Потом бізге неге также қосамыз, осындай түрі шығады. Келесі біз мынаны қосамыз. Мынаны қосамыз. Бізде осындай получилось. Потом достар, оны көрсетуді ұмытып кетіппін. Мынаны қосамыз. То есть достар, кешірім сұраймын, мынаны қосамыз, кстати. Осындай шығады бізде. Содан кейін бізге бұны барлық біледі деп ойлаймын. Осындай дәмді салатик шығады. Келесі суши пиццалар. Мынаны қараңыздар, бұл главный зат, сондықтан да алып алыңыздар. Міне достар, мынаны қосамыз. Бізде осы менің любимый сушим шығады. Тағы да бір түрі бар. Қазір. Тағы да бір түрлері бар. Мен көп негізі суши жемеймін. Сосын осыны қосамыз. Осындай шығады. Тағы да мынаны қосамыз. Осындай түрі шығады. Сосын мынаған жұмыртқаға тағы да мынаны қосамыз. Қараңыздар. Осындай шығады. Достар, енді бізде сушилар бітті. Енді біз сіздерге картошкамен көрсетемін. Алдымен картошкаларыңызды дайындап алыңыздар. О май гад. Келесі бізде картошка алып аламыз. Осы картошкамен тауық етін қосамыз. Бізде осындай өте әдемі тамақ шығады. Дәмді деп ойлаймын. Енді осыны қосамыз. Қараңыздар, осындай да завтрак шығады. Тамақ шығады. Келесі бізде балықты қосамыз. Міне осындай тамақ шығады. Енді достар, біз сырды осыған қосамыз. Міне мынандай өте әдемі прям шығады. Кейін осыған қосамыз. Бізде осындай роллтон дейді. Менің ойымша роллтонға ұқсайды. Картошкаға осыны қосамыз. Қараңыздар, бізде осындай да тамақ шықты. Міне осыны қосамыз. Достар, бұған емес, мынаған қосамыз. Қараңыздар, бізде осыны прикольный тамақ шығады. Өте қызық. Осы жұмыртқаға мынаны қосамыз. Енді бізде осындай өте дәмді, кім жеп көрген жазып кетіңіздер. Дәмді прям
келесі бізде ең соңғысы прям мынаған осындай не қосамыз. Осындай бізде торт шығады. Болды достар, мен сіздермен қоштасамын. Мен сіздерге барынша өзімнің білетінімді көрсеттім. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын, және де мен сіздерге өзімді қалай айтсам болады, сіздерге көмегім тиді деп ойлаймын. Ал міндетті түрде сол үшін лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока.